Сәлеметсіздер ме студенттер? Мен ақпараттық технологиялар колледжінің оқытушысымын. Аты жөнім Садыкова Жанар Иркановна. Бүгінгі тақырыбымыздың атауы транспорттық есептер, солтүстік-батыс бұрыш әдісі, минималдық элемент әдісі. Сабағымыздың мақсаты студенттерге транспорттық есеп туралы түсінік беру, солтүстік-батыс бұрыш әдісімен және минималдық элемент әдістерімен таныстыру және есептер шығаруға дағдыландыру. Енді транспорттық есептердің математикалық қойылуына келетін болсақ, және ол не үшін керектігіне келетін болсақ, бұл жаңағы бізде транспорттық есебі экономиканың әртүрлі құбылыстары мен процестерін зерттеуге және теориялық ізденістерді кеңінен қолдануға пайдаланады. Әсіресе бұл есептер өнеркәсіп және ауыл шаруашылық өнімдерін тасымалдаудың ұтымды жоспарын анықтау үшін жиі қолданылады. Транспорттық есеп дегеніміз не? Транспорттық есеп бұл сызықтық бағдарламалау есебінің тәжірибеде ең көп тарағандарының бірі. Оның негізгі мақсаты тауарларды тиімді және ұтымды тасымалдау жоспарын құру болса, тәжірибеде осы есептің математикалық аппараттарына және шығару алгоритмдеріне сәйкес келетін есептердің түрлерін көптеп кездеседі. Енді қазір біз сіздермен транспорттық есептің математикалық моделін қарастырамыз. Транспорттық есеп бізде кесте түрінде беріледі. Кестеде көріп тұрғандай көптеген атаулар бар. Бұл деген мысалға жаңа М дегеніміз ол жүк жіберетін пункттердің саны. Олардың нөмірлері G деп аталынады, және G тең 1-ден М-ға дейін болады. Ал тұтынушылардың саны N. Олардың нөмірлері I. Онда бізде I, 1, 2, сол секілді N деп белгіленеді. Әр жүк жіберетін пункттерді нөмірлеріне сәйкес A1, A2, сол секілді AM деп белгілейміз. Тұтынушылардың нөмірлеріне сәйкес B1, B2, сол секілді BN деп атаймыз. Жүк жіберетін пункттерде өндірілген A1, A2, сол секілді AM және тұтынушыларға керекті B1, B2, сол секілді BN жүк көлемдері аталады. C, I, G бұл I үшінші тұтынушыға, G үшінші жүк жіберетін пункттен жүкті тасығанда оның бір өлшем бірлігіне шаққандағы шығыны. Яғни I тең 1-ден N-ға дейін, G тең 1-ден M-ға дейін. Яғни бұл жерде C 1-де 1, C 1-де 2, сол секілді C 1-де M және де ары қарай жалғаса береді. Бұл көрсеткішті біз тариф деп атаймыз. Енді XEG I үшінші тұтынушыға G үшінші жүк жіберетін пункттен таситын жүктің оптималды мөлшері, яғни таситын жүк көлемі белгісіз. Оны біз X1-де 1, X1-де 2, сол секілді X1-де M деп белгілейміз. Сонымен транспорттық есептің математикалық моделі осындай кесте түрінде беріледі. Енді транспорттық есептерін шешу әдістеріне келетін болсақ, біз 4 әдісін қарастыратын боламыз. Бүгінгі сабақта біз 2 әдісімен танысамыз. Бұл солтүстік-батыс бұрыш әдісі, минималдық элемент әдісі, енді сол секілді потенциалдар әдісі және дифференциалдық рента әдісі бар. Қазір қарастырып отыратынымыз солтүстік-батыс бұрыш әдісі. Солтүстік-батыс бұрышын қарастыру үшін біз мысал қарастырайық. Мысалы, жүк тасымалдау тиімділігін модельдеу есебіне А және Б пункттерінің G1, G2, G3 гараждарының мәндері жазылып берілді. Мұндағы 20, 36 және 40 автобустарды G1, G2, G3 гараждарында меншіктеп келесі кестені орналастыру керек. Есептің оптималды шешімін анықтау қажет. Математикалық моделі кестеде берілген. Транспорттық есептерін шешу әдістерін қарастыратын болсақ,
біз сіздермен 4 әдісін қарастырамыз. Бұл солтүстік батыс бұрыш әдісі, минималдық элемент, потенциалдар әдісі, дифференциалдық рент әдісі. Бүгінгі сабағымызда қарастыратынымыз бұл солтүстік батыс бұрыш әдісі және минималдық элемент әдісі. Солтүстік батыс бұрышын қарастыру үшін біз мысалға кірісейік. Мысалы, жүк тасымалдау тиімділігін модельдеу есебінде А және Б пункттерінің G1, G2, G3 гараждарының мәндері жазылып берілді. Мұнда 20, 36 және 40 автобустары G1, G2, G3 гараждарында меншіктеп, келесі кестеге орналастыру керек. Есептің оптималды шешімін анықтау қажет. Математикалық моделі төмендегі кестеде көрсетілген. Сонымен есепті қарастырайық. Бұл жерде бізде транспорттық есептің математикалық моделі берілген. Енді дәл осы есепті біз солтүстік батыс бұрыш әдісімен есептейтін боламыз. Енді өз сөзінде көрініп тұр, біз демек осы есепті шығарармас бұрын солтүстік батыс бұрышынан бастайтын боламыз. Демек ол мына бұрыш. Және де бір айтып өтерім, бұл есепті бастамас бұрын біз осы есепті ашық немесе жабық есепке тексеріп өту керекпіз. Ол үшін не істейміз біз? Қажеттілікпен қорларды есептеп шығарамыз. Демек жазамыз қажеттілік тең 56 қосу 40. Бұл бізде болады 96. Жақсы. Қорлар тең 20 қосылған 36 қосу 40 тең болады бізде 96. Демек, бұл біздің есебіміз жабық болып табылады. Егерде бұл қажеттілік пен қорлар тең емес болған жағдайда, бұл есеп бізде ашық болып табылады, және де қажеттілік немесе қорлардың кемуіне байланысты біз жол немесе бағананы қосатын боламыз. Ал енді біздің әдісімізге кірісейік. Сонымен біз біріншіден не істейміз? Қорларды мына біздің пункттерге тарататын боламыз. Демек, минималдығынан бастаймыз. Мысалға, 56 және 20. Енді дәл осыған минималды элементті саламыз. 20. Так, келесі. Енді әрмен қарай шығару үшін біз оны сәкі тәрізде шығарамыз. Демек бұлай. 20. Мұн жерде қордың бәрін беріп қойдық. Сондықтан мұн жерге 0 деп жазамыз. Келесі енді мұн жаққа қарай түсеміз. 36 және 40. Бұл минималдық элемент 36 деп береміз. Жақсы. Енді мына жерге біз 0-ді жазып қоямыз. Өйткені біз 36-ның барлығын беріп қойдық. Енді тексереміз. Мұнда 20-сын бердік, 56 қалды. Демек, мына жерге біз қаншамасын жазамыз? 36-сын қалдығын. Келесі, 36-сын бердік, 40-тан 4 қалды. Енді осыған байланысты біз тірек жоспарды құрастырамыз. X тең дейміз. Жақшаны ашамыз, тірек жоспарды құрастырамыз. 20, 0, 0, 36, 4. Жақсы. Бұл бізде тірек жоспар деп аталады. Енді оның оптималдық табысын анықтайтын боламыз. Ол үшін естейміз біз әрбір пункттың коэффициентін жаңағы қорлардың таратқан суммасына көбейтеміз. 3 көбейту 20, қосылған 4 көбейту 0, қосылған 1 көбейту 0, плюс 3 көбейту 36, қосылған 4 көбейту 36, қосылған 2 көбейту 4, тең. Осының жауабын табатын боламыз. Демек, 3-ті 20 көбейткенде бізде 60, қосу 0, қосу 0. Так, мұнда бізде 108, қосу 144, қосу 8. Сонымен бізде жауабы болады 168. Так, это, наверное, потом мы срежем, да? Так, 168, 144. Так, и 8.
320. Сонымен 320-ға тең. Міне осылай, осы әдісті есептейтін боламыз. Енді қарастыратын әдісіміз бұл минималдық элемент әдісі. Бұл әдісті де біз мысалда қарастырамыз. Келесі әдіс, қарастыратымыз бұл минималдық элемент әдісі. Бұнда да біз қажеттілікпен қорларды тексеріп аламыз. Жабық модель ма, немесе ашық модель ма? Енді осы мысалды алғандықтан бұл бізде жабық модель болып табылады. Енді минималдық элемент әдісіне көшетін болсақ, біз осы жерде әрбір бағанадан минималдық элементті тауып аламыз. Демек, бірінші бағанада бізде А бағанасында бір минималдық элемент, Б бағанасында 2 минималдық элемент. Енді дәл осы минималдық элементтерге қажеттілікпен қорларды сәйкесінше тарату керек. Сонымен бірге біз 56 және 36. Соның ішінен ең минималдысы бізде 36 болып табылады. Енді екі санына қарастырамыз 40 және 40. Бұған біз 40 санын береміз. Так, қалған жерлерінен 0 деп жазып қоямыз. Енді қараймыз. Келесі. Демек, бізде 4-те 0, қалғаны осы 3 және 4. Енді осы жерге біз қалғанын береміз. 36-сын бердік, 56-ның. Қалғаны 20. Және де бұл жерде 0. Енді тексереміз. 20 қорларды берілді, 36 берілді, 40 берілді. Енді төменнен қараймыз. 56 бар, 40 бар. Енді тірек жоспарын жазамыз. X-тен 20, 0, 36, 0, 0, 40. Бұл тірек жоспар. Енді оптималды бағасын табамыз. Демек, 3 көбейтеміз 20-ға, қосылған 4 көбейтеміз 0-ге, 1 көбейтеміз 36-ға, 3 көбейтеміз 0-ге, 4 көбейтеміз 0-ге, 2 көбейтеміз 40-қа, тең дейміз. Енді есептейміз 60, 0, 36, 0, 0, 80. Тең болады 96 қосу 80, 176. Сондық барлық әдістерден қарағанда бұл әдістің жауабы минималды болып табылу керек.